қыз келіншектердің кесірінен талай бауырлар араласпай жатыр, талай жора жолдастар араласпай жатыр да. Мен соны айтқым келіп еді, Диана ханым. Сосын көп қыз келіншектер адамның жаңа қалай айтсам екен, лауазымына қарап, қалтасына қарап араласады да. Мысалы ше, анау жағдайы дұрыс емес па? Құрсыншы, араласпай қояйықшы. Жағдайы жақсы ма? Сонымен дос болшы деген сияқты сондай итерме сөздер болады да. Әрине, Айбат, сен дұрыс айтып жатырсың ғой, бірақ Диана ханым енді былай қарап тұрса, сырт көзге. Ана жылдары той мәселесі көтерілген кезде Ізбасардың да тарапынан ана құрбыларың тойға келмейді деген нәрсе айтылады да. Просто мен ойлаймын да, бұл екеуінің действительно қателігі бір-бірлеріне шектеу қояды. Анамен араласпайсың, анау маған ұнамайды дегенде, оның барлығы дұрыс емес. Ертең соңында действительно жалғыз екеулердің беттеріне қарап отырып қаласыздар. Дос қажет, туысқан қажет, кластастар барлығы қажет бұл өмірде. Поэтому сен де Ізбасар Әселге көп жағдайда шектеу қоймай-ақ қойшы дегім келеді. Және де Айбат, саған былай айта кетейін, Айдана бағана айтып жатыр ғой, Данияр екеуіне қатысы да сондай болса екен деп. Диана ханым, біздің арақатынасымызды бұл жерде бірде-бір жұппен салыстыруға келмейді. Бізде действительно қол көтеру, артық бопсалау, көзге шөп салу деген нәрсе ешқашан болмаған, болмайды да. Поэтому мен әше Даниярға үлкен рахмет айтамын, что он именно такой. Жоқ, айтады ғой, никогда дейді ма, бір нәрсе деген орысша, никогда не говори, никогда дейді ғой. Айдана, осы жерден тоқтай сал, өздеріңнен кейін жауап бересіңдер, ертең бір күні ашылып жатса. Жоқ, әрине, бірақ та Айбат, және мен пікір айтып жатырмын, сен өзің біз жаққа қарай бұрмалап кеттің. Дәл ғана мен де саған дәл сол пікірді айтып отырмын. Ізбасар отыр ма ортада, сол жаққа қарай пікірді айтсам. Жоқ, енді Ізбасарға шектеу қойып жатсың да, сен Әселге өйтіп айтпашы. Мен шектеу қойған жоқпын. Еркек сезет та, сенің қай подругаң, қай құрбың, сенің кәдімгідей саған шынайы құрбы депші. Ол еркек сезіп тұрады. Ал әйел сезбейді ма? Әйел сезбей ма? Әйел сезбей ма? Сезбейді, әйел сезбейді. Қалай, неге сонда жігіттер сезімтал болып қалды ма осы заманда? Жоқ, қараңдар, еркек бар ғой, сенің құрбыңына қарап айталады да, мынау сенің құрбың депші. Ол араластырғысы келмейтін құрбыларға айтады, осымен араласпай ақ қойшы. Біз дәл солай жігіттердің де достарына айтамыз. Артқа тартуы мүмкін да. Диана ханым, оны любой адам айталады, негізі еркек те айталады, әйел де айталады, сенің ана досың мынандай, сенің құрбың мынандай деп. Ол жерде ешқандай сезім ондай емес, бұл жерде айтып отқаныңызшы. Жай ғана жаңағы қонақ, енді бізде қазақтарға шақырған жерден қалмай бару керек қой, соны ғана айтып жатыр. Сыйлап шақырды ма, болды бару керек. Ойбай, қыздар, айналайын, қыздар, сіздер әлі тұрмыс құрған жоқсыздар, әлі күйеулеріңіз болған жоқсыздар. Ақыл айту оңай, ақыл айту оңай. Никогда деп жатыр ғой, жаңа когда говорит деген сияқты ғой, осындай кезде айтқанда сендер осындай кезде айту керек деп жатсыңдар ғой. Мен саған айтайын, Айдана, сен ақылды күшті айтасың. Жаңа араласу жағында сен өте білесің. Соны наоборот Әселге кішкене қаттырақ айтпайсың ба наоборот? Әсел, араласу керек. Жақтырмасаң да дұрыстап деп аралас деп сен наоборот айту керексің. Наоборот кімдікі бауырымның атын да ұмытып қалдық қой, ойлап жатшы, Ізбасар бауырымды. Уже бар ғой, Диана ханым, Ізбасарым бізде жынды болып қалдық, уже бар ғой, шыны керек, біз тойға дайындалып, кәдімгі несеп жүргенде мен Ізбасарды үйге келді, негізі ешқайқа кеткен жоқ. Диана ханым, үйге келіп мен шошып. Сіз 15-не дайындалып жатқан шығарсыз, Ізбасардың тойына емес. Жоқ, Диана ханым, азанда тұрсам, Ізбасар үйде екен, мен шошып кеттім, шыны керек, Ізбасарға не болып қалды деп. Сөйтіп, не істесем, Ізбасар айтты, мен келгем деген сияқты. Мысалы сол ғой. Жоқ, Ақтөреш, мен жаңа айттым ғой негізі. Мен шынымен де айттым. Егер де Әсел бара ма, міндетті түрде көңілді бару керек. Ол міндетті түрде. Действительно, шақырған жерден қалмау керек. И мен ойлаймын да, біз біреуге ақыл айтатындай, Диана ханым, ондай жаста емеспіз. Әсел дәп-дәу қыз, например, өзі уже тұрмыс құрайын деп жатыр, менен алды, Айдана. И все, ол өз ақылы өзіне. Жаңа сен ақыл сұрайды дедің ғой, ақылыңды сырттай айтсаң. Мен айтып тұрған жоқпын, Әсел менен кеңес сұрады деп осы жылдары. Кеңесін сырттай айтсаң болады, Ізбасарға ғана айта беру. Дәл солай ғой. Барлықтарыңызға рахмет үлкен. Енді біз қазір тек қана бір тарапты тыңдап жатырмыз ғой. Әсел келмеді. Әселдің қандай ақиқаты бар, қандай шындығы бар, оны да білмей жатырмыз. Қашан, қалай, не істейміз? Диана ханым, дұрыс, енді бұл жерде отырып, мен енді өзі болмағаннан кейін бір оны бір таттап айтқан, мен өзімнің ыңғайсызданып отырмын, шыны керек. Болмайтын бір әңгімеледі. Енді айтпайын десең, Диана ханым, ол уже шығып қойған нәрсе. Осы жерге отырғаннан кейін енді бәрібір енді айтуға тура келеді да. Не жағдай болды, оны ортада қысып қалуға да болмайды да. Қалай отношение қалай болды, солай айтып жатырмын да. Шыны керек, енді сіздерден енді кейде бір немді сұрап жатырмын ғой, енді қалай болады. Бірақ былай айтамын, Диана ханым, ондай қателік менен де бар. Мен бассы айтып жатқаным, енді сол бір моменттерде ашуға беріліп кеткен кездерім болды. Ал той жағын атмена жасау, болмаса бір ниету жасау, ондай енді ойыма келмейді, Диана ханым. Мен сөйлесіп, екеуміз бір мәміле келіп шешім шығарамыз, Диана ханым. Бүгін кешке сөйлесіп, ертең таңертең эфирде
өздеріңіздің шешімдеріңізді барлығын бізге айтып бересіздер. Просто ыңғайсыз екен да, енді сондай нәрсе, көп нәрсені айтып отырмыз, ана айтамыз, бұны айтамыз. Мен бір өзім назымды айтып жатырмын да, енді отырып, сен бүйтпеген, сен бүйтпе деген сияқты. Бұл сол бір момент, бір кішкене бір күндік өзімнің кәдімгі бір жүрегім алып қалған не болды жаңақан. Ал ертең жақсы болып жатсам, оның бәрін постепенно үйде анам да бар, кішкене ақылшысын өзім анам да түсіріп отырады. Қалай ойлайсыз, сіздердің жұптарыңызда кімге даналық көбірек жетіспейді? Сізге ме, әлде Әселге ме? Даналық. Даналық білмеймін, Дианахан, мүмкін екеумізге де жетіспейтін шығар. Енді мен өзімді өзім дұрыс деп ойлаймын. Мен бәрін дұрыс деп ойламаймын. Просто менде тәрбиемді айтады Дианахан, шыны керек. Мен әке көрген тәрбием бар. Особен кезінде мен мысалға әке шешем өмір сүріп жатқан кезде менің әкем андай қателіктер көп қой. Әке болғаннан кейін оның мамам білдіртпейді ондай нәрселерді бізде. Қойшы папаң ғой. Бүйте саламыз. Ана кісі сөйтіп өскен мен Дианахан просто. Одан кейін ондай тәрбие көргеннен кейін менде енді бір... Енді міндетті түрде сіздің әке шешеңізде қалай болды, тура солай сіздің өміріңізде де болуы шарт емес қой. Сіз өз махаббатыңызды, өз бақытыңызды, өз отбасыңызды құрайсыз. Иә, Диана ханым, дұрыс қой, мен оны жақсы көремін, әрине. Ертең енді сөйлесіп, шешіп бір несін айтамыз, жауап, Диана ханым. Жайғасыңыз. Ал бізде еңлік өзінің шашын түсін өзгерткен екен, иә? Мүлдем басқаша болып тұрсыз. Иә, демалыс күндері өзгерткен болатын негізі. Бұл өз шашыңыз енді, иә? Ұзындығы. Жоқ, өзім Қысқарттыңыз. қысқарттым просто, иә. Және Баян да шашын өзгертіпті. Қап-қара, осы шаш үлгісі сізге өте қатты жарасады негізінде. Рахмет көп-көп. Күшті. Қыздардың шашы өзгерді, шымылдық жабылсын. Шымылдық жабылды, жаңа үміткер, жаңа аптада, жаңа таныстық. Емырза. Кімге келді? Ерасылға келді? Қайдан білесіз? Хадиша. Алмат. Айбат. Жандос. Үміткер таңдауы, арудың таңдауы, сұлудың таңдауы. Ерасыл. Енді арам ой туындайды, біз енді бірден жаман ойлайтын халықпыз ғой. Нұрсұлтан мен Ерасыл біледі үміткердің келетінін. Қайдан білесіздер? Мен білмеймін, Дианахан, аталарым айтып жатыр. Өтірік айтпаңыз. Ерасыл деп. Мен шынымен айтамын. Жоқ, сенбеймін. Көреміз қазір үміткер кезін. Ақиқат бар Ерасыл бір. өзі біледі өзіне келетінін, сізбен жақсы араласқаннан кейін сізге айтты, бүгін маған үміткер келеді деп. Ортаға шықсын Дианахан, үміткер кезін ақиқат бәрібір ашылады ғой, айтып жатырмын ғой, аталарым айтып жатыр деп. Жоқ, Дианахан, мен шынымен айтамын, маған Ерасыл, маған Ерасыл кеп, маған үміткер келеді деген әңгіме, ондай әңгіме арамызда. Ерасыл, кімді шақырып едіңіз үміткер ретінде? Ешкімді шақырған жоқпын, Дианахан. Шын ба? Иә, шын айтам. Өзім былай іштей сездім маған келетін. Неге Келу керек болды барлықтарыңыз маған. сондай сезімтал жандарсыздар? Сезіп жүреді екенсіздер, иә? Ал онда сіздің интуицияңызды тексерейік. Бойы қандай қыз? Бойы деген менен кіші қыз ғой. Кіші? По-любому, иә. 100. Немесе бір дейді. Аха, шашының түсі. Қара. Қара. Ұзындығы. Ұзындығы Шашының ұзындығы. қатты ұзын емес, қатты қысқа да емес. Нормально, пойдет. Салмағы. Салмағы 50 ғой примерно. 50. Көзінің Иә. түсі. Көзінің түсі қара. Қара. Иә. Ерні. Өзінікі жасалған. Ерінікі тура еңліктікіндей. Негізі өте ауыр болды, иә? Жарайды, Әзіл, студия әзіл, төрінде Диана. Ерасылды таңдап келген жаңа үміткер келіңіз.
кстати. Бар ма? Бар. Аха. Бұрын соңды тұрмыста болғансыз ба? Иә, болғам. Тұрмыста болдыңыз. Бала бар ма ортада? Бар. Бір бала, екі. Біреу. Ұл, қыз. Ол. Жасы? Үшке толады ноябрьде. Мәссаған, сіз 17 жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз ба? 19 жасында. 19. А, Екі балам. 20 толасыз. Ерасыл, Аружан,